Қанша уақытқа дейін жалпы әйел де еркек те жыныстық қатынасты жүре алады. Жыныстық қатынас бұл негізгі гормон любви. Егер сол гормон жеткілікті ай сайын болса, сіз ашулана бермейсіз. Сіздің денсаулығыңыз мықты болады, сізде гормоналды бұзылыс болмайды. Элементарно даже әйелдердің өзінде постоянно регулярно жыныстық қатынас болса, даже выделение оған келмейді. Қышу ашудың өзі тоже самое нормально болады. Постоянно ондай нәрсе мазаламайды. Неге? Себебі қайырлы күн қыздар, ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Бүгін көп маған келетін қыздардың жиі қоятын сұрақтары: мен күйеуім измена жасап жүрген жоқ па? Сізге келсем, сіз астынан қарап мен көріп бересіз бе күйеуім жүрген жүрмегенімді? Бәріне керек осы, яғни қанша уақытқа дейін жалпы әйел де еркек те жыныстық қатынасты жүре алады. Қанша уақыт ол шыдауға болады, шыдай ала ма вообще да? Ол үшін не істеу керек, да? Или болмаса қандай успокоительныйлар бар, да, чтобы төтекті іздемеу үшін, чтобы возбуждение қаттырақ болмау үшін, или наоборот керек болатын болса, да? Міне осындай сұрақтар жиі қойылады. И негізгі себептері. Мен бәрін 100% демеймін, но негізгі себептерін атап өтетін боламын. Толық мәлімет міндетті түрде видеоның соңына қарай берілетін болады. Сіз оған дейін маған лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп, да, кішкене жылы лебіздеріңіз білдіруді ұмытып кетпеңіздер. Сонымен қатар, постоянно бірінші видеоны көру үшін жоғары жақта 3 точканы бассаңыз, сол жерден подписаться етіп, уведомление қойып қойсаңыздар болады. Ендеше, жыныстық қатынас бұл не? Жыныстық қатынас бұл негізгі гормон любви, яғни дофамин гормонының дұрыс бөлінуі. Бұл еркекте де, бұл әйелде де. Ол гормонның өзі рөлі бар ма да? Ол гормон өте керемет рөл ойнайды. Егер сол гормон жеткілікті ай сайын болса, сіз ашулана бермейсіз. Сіздің денсаулығыңыз мықты болады, сізде гормоналды бұзылыс болмайды. Элементарно даже әйелдердің өзінде постоянно регулярно жыныстық қатынас болса, даже выделение оған келмейді. Қышу ашудың өзі тоже самое нормально болады. Постоянно ондай нәрсе мазаламайды. Неге? Себебі, когда ол сперматозоид сілтілі орта болғаннан кейін, қышқылдағы кірген кезде, ол тепе-теңдікті сақтап, бізде часто клиникалық көріністер бере бермейді. Енді қанша уақыттан шыдауымызға болады? Жалпы әйел де, еркекте де. Еркектер в основном бізде максималды 1-2 айға дейін, бірақ нәпсісін тия алатын еркектер бар бізде. Нәпсі деген не? Яғни өзін тыныштандыра алатын еркектер. Бұндай еркектер в основном даже жылдап шыдауы мүмкін. Аллахтың құдіреті соншалықты ондай кісілерді өзі қанағаттандырып қою мүмкін. Ал кей жағдайларда еркектің бірінші ұялатын нәрсесі, когда еркекте простатит болса. Егер оларда простатит болса, ол жыныстық қатынастан қаша бастайды, қосылғысы келмейді, неше түрлі сылтауларды айтады, саған қазір болмайды ғой деген сияқты тағысын тағы да. Яғни осындай сылтаулармен естественно ол жыныстық қатынасты іздемеуі мүмкін. Себебі оларда қандай қорқыныш. Если мен қазір қосылсам, вдруг менікі до конца аяқталмаса, или менің әйелім біліп қойса, мен тазап кетеді. Это то же самое бізде де. Маткамыз алып тастағанын айтпаңыз дейміз. Не үшін? Как будто бірден өзгеретін сияқты содан. Матка вообще жыныстық қатынасқа на самом деле қатысы жоқ, бірақ біз қорқамыз да. Егер маткамды алып тастаса, мен күйеуім тазап кетеді да. Осындай қорқынышта. То же самое. Еркек те сөйтіп қорқады. Когда ол біліп қояды простатит екенін, уже тазап кетеді, значит. Осындай қорқыныш болады да. Одан кейінгі себебі, когда ер азаматтарда ауру, наркоман, игроман деген сияқты нәрселер болатын болса, игромендер в основном, то же самое наркоман. Олар не үшін? Олар когда көбінесе осындай нәрселерді қолданылады, яғни зиян нәрселерді қолданылады, соның әсерінен оларды іздемейді төтекті. Вообще оларға абсолютно даже жұмыс жасамайды оларда. Міне сол себептен, ал одан бөлек себебі бұл сізден көңілі қалған болуы мүмкін. Яғни, естественно, басқа бір үшінші адам болуы, или екінші басқа біреу болуы мүмкін. Неге? Себебі элементарно кішкентай баланың өзі сүтке жиіркеніп қалса, емшектегі сүтке, да, ол екінші рет ембейді. То же самое еркек сізден жиіркеніп қалса, үшінші сізге жақындамауы мүмкін. Міне, сол себептен. Ал әйелдерде ше, әйелдер бізде негізі өте шыдамды ғой, біздің әйелдер өте шыдамды, басқа осы жағына келгенде де, бірақ барлығы бірдей емес, өкінішке орай бізде шыдай алмайтын да әйелдер бар да. Сондықтан бұл қай уақытта? Әйелдерде біріншіден оргазмның дәмін көрмеген болса, яғни ол ләззатты сезініп көрмеген әйелдер, олар жыныстық қатынас іздемейді.
Сонымен қатар постоянно ода ауырсыну сезімі болады. Мысалы, может быть загиб матки, может быть инфекция болды или тағы да бір воспалительный процесс, яғни қандай да бір ауырсыну, қорқыныш сезімі көрген әйел төсек қатынасын іздемейді, наоборот постоянно қаша береді. Сонымен қатар баласына бауыр басып үйренген әйел еркекті іздемеуі мүмкін. Неге? Себебі всегда баласы, балам, жаным деп бүкіл ойын соға береді да, ал гормон бәрі содан бөлінуі мүмкін. Мысалы, жүкті әйелдер мен емізулі әйелдер сол үшін жыныс қатынас іздемейді, потому что оның гормон өзіне хватает, жетіп жатыр. Поэтому сырттан оған гормон керек емес, да? Сол сияқты, когда балаға көп көңіл бөледі әйелдер, өзі жыныс қатынас іздемеуі мүмкін. Естественно, бізде наоборот іздеп құмарып кететіндер де бар, да? Но бәрі бірдей емес. Но негізгі себептер осы. Сізде жыныс қатынас қанша болу керек? Кемінде аптасына 3 рет. Пайғамбарымыз алейхиссалам тоже осылайдан айтып кеткенді. Күніге болу тоже ер азамат үшін зиян екендігі айтылған. Болмай қалу тоже саңмы болмайтындығын айтылғанда, сол үшін аптасына 2-3 рет жыныс қатынас нормада болуы тиіс, да. Күндер, конечно, өзіңіз таңдайсыз, да, қалай не. Бір түнде максималды жасына қарай бөлінеді. В основном жас 35 жасар, даже бірнеше жетке дейін болуы мүмкін, да. Но бірінші орында тоже әйелдің активтілігіне байланысты, бұны ұмытып кетпейге. Сондықтан бұның денсаулыққа зияны, сіздегі гормон дұрыс бөлінбесе, дофамин, сізде стресс пайда болады. Из-за стресса бүкіл организм ауырсыну болуы мүмкін. Миома, полип, эндометриоз, аденомия, еще что-то, да. Неше түрлі нәрселер пайда болуы мүмкін. Поэтому бұл гормон әйелге де, еркекке де керек. Себебі сырттан әйел есікті ашып сразу байқауға болады. Бар или жоқ екен, да. Когда ол раздраженный, болғанға да болмағанға жынданып шыңғыртсын, значит, осында уже что-то не хватает, да. Вот витамин не хватает, да. Сондықтан сіз регулярно жыныс қатынаста болғаныңыз сіздің де оның да денсаулығына пайдалы екенін ұмытып кетпеңіз. Бұл тегін түрдегі витамин, грубо айтқанда. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Күнделікті емес, бірақ гигиенаны сақтауды ұмытып кетпеңіздер. Жыныс қатынас бірінші орында керек әдептілік и тазалық. Осыны ұмытып кетпеңіздер. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған доктор Сейтжаппарова, ақпараттық сыныпты болды деген ойдамын.